Қазығұрт ауданында жомарт жандардың арқасында қос жанұя баспаналы болды. Көптен бері аңсаған армандары орындалғандардың бірі көп балалы отбасы. Екіншісі еңбегімен көпке үлгі мемлекеттік қызметтегі жанұя. Жаңа жыл мерекесі қарсаңында қуаныш иелерін аудан әкімі Төлеген Телғараев құттықтады. Қоныс той иелеріне шаңырақтың шаттығын тілеп, үй жиһаздарын табыстады. Жомарттықпен жан семірткен Сырым Ертаев өзгенің ауырын жеңілдетіп, жақсылыққа ұйытқы болды. Қазығұрт шағын ауданнан су жаңа тұрғын үйді салып тарту етті. Мұндағы 4 бөлмелі баспана орталықтандырылған коммуналдық жүйеге қосылған. Жылы және жайлы орын, су, жарық және табиғи газбен де қамтылған. Жалпы аумағы 15 соттық жер телімі бар. Ал аудан басшысы мұнда игілікті іске алғысын білдіріп, алдағы уақытта мемлекет тарапынан да тұрғын үймен қамту ісі қарқын алатын жеткізді. Көптен бері үйсіз жүрген, мұқтаж болып жүрген азаматшалар осындай қуаныштар қойнына сыймай қуанып жатыр бәрі. Онымен бірге біз де бәріміз бұл кісілерге осы жаңа жыл қарсаңында келіп құттықтап кетіп жатырмыз. Арнайы сыйлықтарды беріп жатырмыз. Осындай акциялар көбірек болады алдағы уақытта да. Осыған дейін де Сырым Ертаев тарапынан біраз елді мекендерде, біраз ауыл округтерінде осындай тұрғын үйлер соғылып пайдалануға берілген болатын. Мерейлі мереке алдында аудан басшысының қолынан баспананың кілтін алып, жаңа үйдің табалдырығын аттағандардың қуанышында шек жоқ. Солардың бірі Айгүл Садықова. Ол 10 жылдан бері үй кезегінде тұрған еді. Енді міне туған жерінің өркендеуін ойлап, ауылдың қамын күйттегендердің арқасында баспанаға қол жеткізді. Жаңа жылға жаңа үмітпен аяқ басты. Атсалысып жүрген өшерге барша көмектесіп жүрген жамағатқа рахмет. Мың алғыс. Дүние тұрғанша тұрсын бәрі. Өшерге осы баспанамды сап берген Ертаев Сырымға рахмет. Аллам нұры жаусын. Жаңа ғимаратты аралап шыққан ауданның зиялы қауым өкілдері үйлі болғандардың жанұясына шаттық өмір тілеп ақ батасын берді. Қазығұрт ауданынан Нұрсұлтан Мұхамеджанұлы, Сапарбек Қалботаев, Бақыт Байларов, жаңалықтар.